Біз Қарағанды медицина университетінің бірінші курс студенттері Ермекбай Әсем және Еспаева Алия. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған бейне баяндамамызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабы жайлы айтпақпыз. 2017 жылы 15 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай Астанада президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабы таныстырылды. Тәуелсіздік дәуірі кітабы тұтас бір дәуірдің тарихын қамтыған құнды шығарма. Егемендік алған жас мемлекеттің әрбір қадамы, әрбір шешімі, жетістігі мен жеңісі кітапта түгел қамтылған. Тіпті әр жылдардағы статистикалық есептер, стратегиялық жоспарлар туралы жан-жақты мағлұмат бар. Бір сөзбен айтқанда, жаңа дәуірдегі бір ұлттың тарихы жазылған салмақты еңбек. Бұл еңбек жай ғана авторлық көзқарас емес, сондай-ақ кітапта Қазақстанды жаңғыртудың үш толқынның мағынасы, қоғамдық және жеке дипломатияның бірегей мысалдары сипатталған. Нұрсұлтан Назарбаев өткенге көз жүгіртіп, мемлекеттің әр қадамын сарапаттап, келешекке кемел оймен қараған. Тәуелсіздік дәуірі кітабы президентіміздің өр мінезін аңғартады. Қайсар мінезінің арқасында құрылған біздің заманауи мемлекетіміз соның айқын дәлелі. Тәуелсіздік дәуірі кітабында 1990 жылдардан 2017 жылдың соңына дейінгі ел үшін ауқымды, маңызды оқиғалардың барлығы, сонымен қатар тіл, мәдениет, саясат, экономика түгел қамтылған. Тәуелсіздік қазақ үшін ғажап құт, ғажап құтқа жүрмеденді мазақтық, бүрі мінез бабалардың арманы, айналайын алтын қанат, азаттық. Тәуелсіздік дәуірі әр қайсымызға жеке қорытынды жасауға, ұлы тарихымызға аса жоғары құрметпен, еліміздің болашағына сеніммен қарауға мүмкіндік береді. 30 жыл қас қағым сәт болғанмен, қазақ үшін ғасырға бергісіз кезең. Осы уақытта Қазақстан биік белестерді бағындыра білді. Сондықтан бұл аралық еңбек пен жарқын келешекке ұмтылыстың заманы іспетті.